Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 69-ші сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Мәтінді оқы. Қара торғайдың ұясы. Бала күндегідей көңілді. Сәлеметсіз бе Ержан ағай деп амандасты. Ал ағай, мұнда не істеп жүрсің деді. Жұқа-тақтай іздеп жүрмін деді Берік. Қайтесің ол жұқа-тақтайды деді ағай. Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз деді. Оны мұндай жерден іздей ме екен? Жүр менімен деп шеберханаға ертіп келді. Берік ұяны 2 күн жасады. Ағай оған риза болды. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қой деді. Балалар, мәтінде Ержан, Айдос деген адамның аттары кезікті, иә? Ол сөзге қандай сұрақ қоямыз? Дұрыс, кім деген сұрақ қоятын боламыз. Мәтіндегі негізгі ойды тап дейді. Балалар, мәтіндегі негізгі ой не? Құсқа ұя салу. Бала соны қандай ағаштан салсам деп ізденіп жүр екен. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Олар неліктен бас әріппен жазылған дейді. Балалар, есімізден шығармаймыз. Адамның аты міндетті түрде бас әріппен жазылады. Адамның аты жөні бас әріптен басталып, Досан, Әсем, Нұржанұлы бас әріппен басталып жазылады. Осыны есімізден шығармайық. Екінші жаттығу. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, әр құстың ұясын, сипатын айт дейді. Қарлығаш өзі қамыстан үй соғады. Қара торғай кішкентай осындай ұяшықтарды мекендей береді. Жарайсыңдар балалар. Осы да сәйкестірген сөздерді дәптерімізге жазып алсақ болады. Үшінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Жұлдыздай аққан із қалды, ерлігін жау да қызғанды. Әлия, Мәншүк, Хиуаз қазақтың батыр қыздары. Бас әріптен басталып жазылған сөздердің астын сызамыз және неліктен бас әріппен жазылған айтамыз. Балалар, бас әріппен неліктен жазылды деп ойлайсыңдар? Өйткені адамның аты міндетті түрде бас әріппен жазылады. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.